Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Сәуле Алиева. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді жұмсақ рогаликидің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: қант, жұмыртқа, тұз, ерітілген сары май, қаймақ, қопсытқыш және ванилин, ұн және осындай варенка қажет салмасына өз қалауыңыз бойынша шоколад немесе варенье салсаңыз болады. Ең алдымен жұмыртқамызға қант пен тұзды қосып араластырамыз. Ванилин мен қаймағымызды да қосып араластырамыз. Ал енді ерітілген сары майымызды да қосамыз. Барлық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Ситадан өтірілген ұнымызға қопсытқыш қосамыз. Араластырамыз. Міндетті түрде ұнды ситадан өткізіңіз. Ал енді ұнымызды аз-аздан қосып, осылай араластырамыз. Мен әрі қарай қолыммен иледім, маған солай ыңғайлы болды. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болуы қажет. Неке достар, біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды 4 бөлікке бөліп дөңгелектейміз. Ал енді дөңгелек пішіндегі қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. Қалыңдығы 2-3 мм болуы қажет. Қатты жұқа да, қатты қалыңда болмауы тиіс. Неке осы жайылған қамырымызды осылай видеодағыдай етіп кесіп шығамыз. Енді варенкаларымызды осылай орналастырамыз. Салмасына кез келген зат салсаңыз болады. Шоколад болады, джем болады, варенье болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Неке осылай дөңгелектейтін боламыз. Екі жағын жабыстырыңыз, себебі біздің жаңағы варенкамыз ыстыққа еріп ағып кетуі мүмкін сыртына. Сол себепті жабыстырған дұрыс. Дайын болған рогаликилерімізді противеньге пергамент қағазын төсеп, орналастырып, пеште пісіріп аламыз. Достар, мінекей біздің рогаликилеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап қараңыздар. Өте жұмсақ, дәмі өте дәмді, керемет болып шықты. Өзіме өте қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің видеом сізге ұнаған болса, астына өз пікіріңізді қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.